Сәлеметсіз ме балалар? Бүгін сабақтың тақырыбы демалыс мәдениеті. Культура отдыха. Мәдениет, культура, демалыс отдыха. 8-ші бөлмені біз бастаймыз. Начнем 8-й раздел, который называется демалыс мәдениеті, культура отдыха, мерекелер, праздники. Откройте страницу 96-ю. Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. Мәдени саяхат, культурное путешествие. Мәдени саяхат, культурное путешествие. Көңілді веселый, көңілді веселый. Спайлық сақта, соблюдай вежливость. Спайлық сақта, соблюдай вежливость. Қатты сөйлеме, громко не разговаривай. Қатты сөйлеме, громко не разговаривай. 96-шы бетте сөйлемдер берілген жүктік жалғаулары мен с личным окончаниями. Мен спайлық сақтаймын. Я буду соблюдать вежливость. Сен спайлық сақтайсың. Ты будешь соблюдать вежливость. Сіз спайлық сақтайсыз. Вы будете соблюдать вежливость. Ол спайлық сақтайды. Он или она будет соблюдать вежливость. Спайлық вежливость сақтайды, соблюдать. Оқы, қайтала. Прочитай, повтори. 96-шы бет. Мәдени саяхат, культурное путешествие, саяхат, путешествие, мәдени, культурные. Спайлық сақта, соблюдай вежливость. Спайлық сақта, соблюдай вежливость. Көңілді, веселый или веселые. Көңілді, веселый или веселые. Оқылым. Екінші тапсырма, 97-ші бет. Будем читать, переводить текст. 97-ші бетте екінші тапсырма. Біз сыныппен мәдени саяхатқа шығамыз. Мы с классом выходим в культурное путешествие. Демалыста мұражайға, театрға, саябақтарға барамыз. На выходные поедем или пойдем в музей, в театр, в парк. Біздің сынып көңілді. Наш класс веселый. Апай бізге мұражайда, театрда қатты сөйлемеңдер. Қатты күлмеңдер, сыпайы болыңдар дейді. Учительница нам говорит, в музее, в театре громко не разговаривайте, громко не смейтесь, будьте вежливыми. Біз тазалық сақтаймыз. Мы соблюдаем чистоту. Қоқыс тастамаймыз. Не будем бросать мусор. Апай бізге жарайсыңдар дейді. Апай нам говорит, молодцы. Оқылым, айтылым, 5-ші тапсырма, 97-ші бет. Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап бер. Вы должны по тексту ответить на вопросы. Олар демалыс күндері қайда барады? Они на выходные дни куда идут? Олар демалыс күндері мұражайға, театрға, мұражайға, саябаққа барады. Олар демалыс күндері театрға, мұражайға, саябаққа барады. Жазылым. 6-шы тапсырма, 97-ші бет. Дұрыс нұсқасын таңдап жаз. Вы должны выбрать правильный вариант слова. Раскрыть скобки, выбрать правильные словосочетания или слова. Біз сыныппен мәдени саяхатқа шығамыз. Мы с классом выходим в культурное путешествие. Театрда, мұражайда спайлық сақтаймыз. В театре, в музее соблюдаем вежливость. Біздің сынып көңілді. Наш класс веселый. Біз қатты
біз сыпайы сөйлесеміз. Мы будем разговаривать вежливо. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.